Сәлем достар, біз біраз уақыт болып кетті, сабақтар кішкене кешігіп жатыр, кешірім сұраймын. Енді YouTube каналындағы екінші сабақ былайша айтқан кезде Қытай тілінің алғашқы сабағындағы алфавиттерді кішкене толықтырып жіберейін. Біз дауысты дыбыстар деп өткенбіз. Біріншісі, дауысты жалпы Қытай тіліндегі алфавиттерді алғашқы сабақта бұны біз қалай айтамыз? Пинъин, пинъин, пинъин. Пинъин дегеніміз жалпы алфавит. Біріншісі дауысты дыбыстар деп бізге дауысты дыбыстар. Кішкене қазақ тілінде жеңілірек болу үшін, үйренуге қолайырақ болу үшін, осылай негізі Қытай тілінде ол иңму, шыңму деп бөлінеді ғой. Енді бізде кішкене шетел студенттеріне кішкене жеңілірек болу үшін солай дауысты и дауыссыз дыбыс деп бөлдік. Бірінші дауысты дыбыстарына алтау жатады дегеніміз, А, О, И, У, Үй. Міне бұл 6 дыбыс, дауысты дыбыс. И осы 6 дыбысқа ғана қайтеді тон белгісі қойылады. Дауыссыз дыбыстармен кезіккен кезде осы 6-ауына ғана тон белгісі қойылады. Дауыссыз дыбыстарға ешқашан тон белгісі қойылмайды. Бұл сабақты мен не үшін жүргізіп жатқанды кішкене түсінетін шығарсыздар деп ойлаймын. Өйткені YouTube каналынан кейбір кісілерге түсініксіз болып жатқандығы үшін түсінбей қалып жатыр. Сол үшін кішкене толықтап кетіп жатырмын. Екіншісі дауыссыз дыбыстар. Дауыссыз. Дауыссыз дыбыстар. Б, Х, М, Ф, Д, Т, Н, Л, Г, К, Х. Ортасындағы точкілерді алып тастайын. Х. Ji, Qi, Xi, Zhe, Che, She, Re, Ze, Ce, I, U. Дауыссыз дыбыста да И бар. Мында да И бар. Дауысты дыбыста да, дауыссыз дыбыста да И бар. Екеуі қосылған кезде И ғана болады. Ал дауыссыз дыбыста У, ағылшынша W ғой енді, бұны У дейміз. У, міне жерде де дауысты дыбыста да У бар. Бұл дауыссыз дыбыстар. Мынау дауысты дыбыстар. А, О, И, У, Үй, Б, П, М, Ф, Д, Т, Н, Л, Г, К, Х. Ji, Qi, Xi. Мынау кішкене қатты айтылады. Чи, мынау кішкене Ши жұмсағырақ айтылады. Ж, Ч, Ш. Мынау үшеуі кішкене жуан. Мен жерде міне Ж, Ч. Мынау да қатты айтылады. Ч. Мынауымыз Ш. Жеңіл айтылады мынаған қарағанда. Ал мынау үшеуі жіңішке болып келеді. Мынау үшеуі қандай болады? Жуан болып келеді. Ж, Ч, Ш. Міне. Ji, Qi, Xi. Өзіміз айтқан кезде де белгілі ғой, жіңішке болып тұр. Ал мына шу Ж, Ч, Ш. Мынау қатты айтылады, мынау қатты айтылады. Мынау жұмсақ айтылады. Шиміз. Шымыз жеңіл, жұмсақ айтылады. Р, З, Ц. И, С. Мындай С бар. И, У. И, У. Б, П, М, Ф, Д, Т, Н, Л, Г, К, Х, Ji, Qi, Xi, Zhe, Che, She, Re, Ze, Ce, S, I, U. Бұл дауысты дыбыс и дауыссыз дыбыс. Қытай тілінің алғашқы пині.
Пин дегеніміз міндетті түрде Қытай тілін үйренетін кісілерге міндетті түрде пинyin білу керек. Пинyin білмесеңіз, сіз ары қарай Қытай тілін еш уақытта иероглифтерін тани алмайсыз. Сосын тағы бір балаларда мынандай түсінік болып жатыр. Бұл не үшін ағылшын тілінде? Бұл ағылшын емес. Бұл латын тіліндегі Қытай тілінің алғашқы алфавиттері, алғашқы иероглифтерді біз дұрыс тануымыз үшін міндетті түрде бізде осы алфавит болу керек. Бұны біз ағылшын тілі деп қабылдаймыз. Ең бірінші рет Қытай тілі деп ашып қалған кезде кісілер бұны көредігенде бұл қалай Қытай тілі? Қытай тілі дегеніміз иероглиф қой дейді. Мысалы, мынандай таяқшылар болу керек қой. Мысалы, мынау не? Біз егер де мына пинін алып салсақ, біз мына иероглифті қалай түсінеміз? Оны біз түсіне алмаймыз. Ал енді осыны түсіну үшін бізге қайту керек. Мысалы, мынаны түсіну үшін міндетті түрде бізде не болу керек? Астында мынандай пинyin болу керек. Пинyin, не? Оны дұрыс айта алу үшін, мысалы, біз алдында мен бірінші сауатта айтып кеткенмін, алғашқы сауатта бір иероглифтің, мысалы, бір сөздің 4 түрлі жазылуы болады. Ал оны біз қалай парықтаймыз деген кезде, кейбіреуінде мына басындағы тон белгісі арқылы парықтаймыз. Онан кейін өзіміздің мамандығымыз бойынша қай салада сөйлесіп тұрмыз, біз сол арқылы да парықтай аламыз. Сондықтан мына жерде біз мына жердегі мына иероглифті, таяқшыларды тану үшін бізге міндетті түрде бұл ағылшын тіліндегі емес, бұл алфавит Қытай тілінің пинyin міндетті түрде бірінші рет біз осыны үйренеміз. Пинйинді. Осы пинйинді үйренгеннен кейін біз не жердегі иероглифті танимыз. Мен не үшін сіздерге басынан бастап, мысалы, пинyin алфавитінен, одан тон белгісінен кейін біз осы иероглифтер жазу үшін таяқшалар өттім 27 түрлі. Ол таяқшаны біз міндетті түрде білуіміз керек. Сол 27 түрлі таяқшамен бізде, мысалы, Қытай тілінде 5.000, 10.000 иероглиф десек те, соның барлығын сол таяқшамен ғана жазамыз. Сол таяқшаны түрлендіріп, соларды әр түрлі қып қосу арқылы жазамыз. Одан басқа ешқандай таяқша жоқ. Қытай иероглифі түгел. Қанша бір иероглиф 20-30 таяқшаны тұрса да, сол таяқша түгел, сол неден осы 27 түрлі таяқшадан құрастырылады. Ал сол иероглифтерді біз міндетті түрде танып үшін бізге мына пинyin алфавит керек. А, О, И, У, Үй. Бұның ішіндегі мен идің түрлерімен міндетті түрде өтіп кеткенмін. Екінші сабаққа, үшінші сабаққа қараңыздар. Е мен идің түрленуі не үшін? Ол не үшін түрленеді? Мынаның басындағы төчкілер қандай жағдайда түсіп қалады? Мен оны түгел бастапқы сауатта өткенмін. Соны сіздер қайтадан бір рет көріп шығударыңызға түсінбей жатсаңыздар көріп шығударыңыз керек. Б, П, М, Ф, Д, Т, Н, Л, Г, К, Х, Д, Ч, Щ, Ж, Ч, Ш, Р, З, Ц, С, И, У. Бұл Қытай тілінің жалпы алфавиті. Бізге түсінікті болу үшін, кішкене үйренуге қолайлы болу үшін, осылай дауысты и дауыссыз дыбыс деп бөлдік. Қытай тілінде оны инму и шыңму деп айтамыз. Сондықтан бұл бізде Қытай тілінің алфавиті қосымша Қытай тілінен сіздерге алфавитінен кішкене түсініктеме